Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бұл бізде 6-шы дәрістің 3-ші бөлігі. Құрылысқа арналған инженерлік ізденістерді құны 9-шы бөлім ережелеріне сәйкес анықталады. Қаражат 6 және 7 бағандарда көрсетілген. Техникалық экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу құны 10-шы бөлімге сәйкес анықталады. Қаражат 6 және 7 бағандарда көрсетілген. Техникалық экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы қарау құны құрылыс жобаларының кешенді ведомстволық емес шолуды, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтарға арналған қала құрылыстары жобаларының кешенді қала құрылысы шолуын жүргізу бойынша жұмыстардың құнын анықтау ережелеріне сәйкес анықталады. Шоғырландырылған сметаның 1-ші бөлімде жобалауға арналған қаражат осы тәртіптің талаптарына сәйкес жүргізілген есептеудің нәтижесінде негізде ескеріледі. Сатып алудан кейін жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілермен жасалған келісім-шарттар бойынша жоба алдындағы құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстардың құны шоғырландырылған сметаға кірмейді. Техникалық экономикалық негіздемені әзірлеуге және қарауға арналған қаражат жобалық сметалық құжаттаманың бөлігі ретінде шоғырландырылған шығындар сметасында көрсетілмейді. Егер нысанның құрылысы әртүрлі күнтізбелік жылдары жүргізілсе, құрылыс құны құрылыстың стандартты ұзақтығына және құрылыстың басталуына байланысты жылдар бойынша есептелінеді. Тапсырыс беруші құрылыстың басталу күні жобалау ұйымына жобалау тапсырысымен бірге немесе шығындар сметалық құжаттамасын дайындамас бұрын жобалау процесін ұсынады. Құрылыс құны 1 және 8 тараулар бойынша жалпы сома негізінде болжамды пайда мен күтпеген жұмысты және шоғырландырылған шығындар сметасы 2-ші бөлігінің шығындарын ескере отырып келесі тәртіппен жылдар бойынша бөлінеді. Жалпы сома жобаны әзірлеу кезеңіндегі бағаларды көрсетілген құн жылдар бойынша бөлінеді. Сметалық құны құрылыс жылы бойынша есептелінеді. Жалпы сома жылдар бойынша бөлініп көрсетілінеді және содан кейін жалпы сомалар жылдар бойынша бөлініп есептелінеді. 1-ші тарау ол бізде құрылыс алаңын дайындау, құрылыс алаңын бөлу және дамытуға байланысты жұмыстар мен шығындарға арналған қаражатты қамтиды. Құрылыс құны сметасы 1-ші тарауында енгізілген басқа жұмыстар мен шығындардың шамамен тізімі қосымшасында келтірілген. Бұзылған жерлерді қалпына келтірудің техникалық кезеңі мен жойылған құнарлы топырақ қабатын қолдану бойынша жұмыстардың сметалық құны құрылыс кезеңінде жер учаскелеріне пайдаланылған жағдайларда шоғырландырылған құрылыс құны сметасы құрамына енгізілді. Жоба алдындағы және жобалау сметасы құжаттаманы әзірлеу құны тиісті құжаттарды жасау үшін қажетті жұмысты аяқтау үшін қажетті тапсырыс берушінің бюджетімен анықталынады. Жоба алдындағы құжаттаманы әзірлеу құны әзірленіп жатқан құжаттама түріне байланысты есептеу арқылы алынады. Жоба алдындағы құжаттаманы әзірлеу құны 2 кезеңді жобалау үшін жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу жалпы құнының 20%-ын аспауы тиіс. Жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу құны жобалау жұмыстарына тікелей байланысты қосымша шығындарды қамтуы мүмкін. Бұл жоба барысында туындауы мүмкін жобалау шешімдері мен сметалық құжаттарды әзірлеуге байланысты барлық шығындарды ескеруге мүмкіндік береді. Жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу құнына кіретін қосымша шығындар қосылған құн салығы. Жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу құнына кіреді, себебі жобалау жұмыстары әдетте заңнамаға сәйкес салық салынуға жатады. Сондықтан жобалау қызметтері үшін төленетін ққс сомасы құжаттаманы әзірлеуді жалпы құнын есептеуге қосылынады. Іссапар шығындары құрылыс алаңында жобалау жұмыстарын жүргізу немесе жобалауды әзірлеу үшін қажетті нақты деректерді алу үшін қажетті болуы мүмкін іссапарға байланысты шығындар.
Мамандардың зерттеу, өлшеу, тапсырыс беру үшін кеңесу немесе құрылыс алаңына жұмыс істеу үшін іссапарлары. Іссапар шығындарына әкімшілік қызметкерлердің іссапарлармен байланысты шығындар кірмейтінін атап өту маңызды, себебі олар нысандарды жобалаумен сәйкес тікелей байланысты емес. Бұл қосымша шығындар негізделіп құжатталынуы тиіс, және олар жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеудің жалпы сметалық құнына енгізіледі. Бұл жобалау құжаттамасын жасауға байланысты барлық мүмкін шығындарды ескеруге мүмкіндік береді. Шоғырландырылған сметаның бірінші бөлімінде жобалау жұмыстарына арналған қаражат қосылған құн салығын алып тастағанда көрсетілген. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге стандартты құнына жоба барысында қажетті болуы мүмкін кейбір қосымша қызметтері кірмейді. Бұл қызметтер қажет болған жағдайда немесе тапсырыс беруші көрсеткен жағдайда жобалау жұмыстарының құнына бөлек енгізілуі мүмкін. Жобалау жұмыстарының құнына енгізілуі тиіс қосымша қызметтер жобалау-сметалық құжаттаманы шет тілінен және шет тіліне аудару. Егер жобалау-сметалық құжаттама шет тіліне аударылуы тиіс болса, бұл аудармалардың құны құжаттаманың әзірлеудің стандартты құнына кірмейді. Аудармаға арнайы білім мен біліктердің қажет ететін техникалық терминдер мен сипаттамалар кіруі мүмкін. Сондай-ақ құжаттаманы басқа да құқықтық және құрылыс жүйелеріне бейімдеу қажет болуы мүмкін. Жобалау-сметалық құжаттаманың қосымша көшірмелерін жасау. Егер тапсырыс беруші стандарттарына талап етілгеннен көп жобалау-сметалық құжаттардың көшірмелерін талап етсе, бұл қосымша көшірмелер стандартты құнға кірмейді және бөлек есепке алынуы тиіс. Әдетте ішкі ұйымдастырушылық қажеттіліктер үшін немесе әртүрлі мүдделер талаптарға көшірмелерді беру үшін ең төменгі талаптардан көп құжаттама көшірмелері қажет болуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Бұл 6-шы дәрістің 3-ші бөлігі болды.